салам достар, сіздермен бірге Аймелек Асылзатқызы. Бүгін біз сіздермен алма бәлшім пісіретін боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: қант, жұмыртқа, қаймақ, қопсытқыш, ванилин мен корица, ұн және ең бастысы алма. Қанша мөлшерде керек екенін видеоның астына жазып қалдырамын. Құрғақ шұңқыр ыдыс алып, ішіне 3 жұмыртқаны көпіргенше миксерлейміз. Сосын 200 грамм қантты жұмыртқалы массаға 2-ге бөліп саламыз да жақсылап араластырамыз. Массамыз көпірген соң 150 грамм қаймақты қосып миксерлейміз. Енді осы массамыздың үстіне корица мен ванилинді қосамыз. Қамырымыз әдемі көтерілуі үшін қопсытқышты қосып араластырамыз. Енді ұнды массамызға қосамыз. Байқасаңыздар, ұнды 2-ге бөліп қостым. 2 бөліп қосқанда ұн массамызбен толық араласып, бәлшіміз жақсы көтеріледі. 2-3 алманы жуып, тазалап, майда бөліктерге бөліп, қамырымызға саламыз. Форманың ішін міндетті түрде майлаймыз. Қамырымызды формаға құйып, 2 алманы жартылай сақина етіп турап, қамырымыздың бетіне қойып шықтым. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градусқа 40-45 минут бәлшімізді пісіреміз. Бәлш піскенін ағаш таяқшамен тексереміз. Таяқша құрғақ болып шығуы керек. Бәліштің бетіне әсемдік ретінде қант ұнтағын сепіп шықтым. Алма қосылған бәлшіміз осындай биік, әдемі әрі дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер ұнаса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.